Сәлеметсіңдер ме, студенттер? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы ол сыныптан тыс оқуды ұйымдастыру. Жоспар. Бірінші, оқырмандар конференциясын. Сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыруда оқырмандар конференциясын ұйымдастыру. Екінші, редикс жобасы бойынша кітапты оқуға қызықтыру. Үшінші, TEDx жобасы бойынша идея тарату. Пайдаланған әдебиеттер 2019-20 оқу жылындағы әдістемелік нұсқаухат, Бітібаеваның қазақ әдебиетін тереңдетіп оқытудың инновациялық әдістемесі мен технологиясы және интернет ресурстары. Заманауи гаджеттерге үңілуден гөрі кітаптарды парақтаған абзал. Жас толқынның көркем әдебиетке деген қызығушылығын оятуды барынша қолға алу керек. Кітап ақылына ақы сұрамайтын ең құнды қазына деген екен түркі жұртының ұлы ақыны ойшыл Әлішер Науаи. Расында қай ғасырда да кітаптың алатын орны бөлек. Кітап кемелденуге көмектеседі. Қаншама технологиялар шығып жатыр, бірақ бұлардың бәрі кітапты алмастыра алмайтыны анық. Оқыған адамның күні қашанда жарық. Кітап оқу сөздік қорды байытады және жалпы сауаттылық деңгейін арттырады. Кітап оқу адам бойында бұғып жатқан шығармашылық қабілеттерді дамытады. Оқырмандар конференциясы арқылы баланың толысуына, кемелденуіне мүмкіндік жасаймыз. Балалардың назарына мәнді көркем әдебиеттер жүктелген веб-сайттарды ұсынуға болады. Кітап оқыған адамның рухани жан дүниесі мол болады. Сондықтан адамның бойында академиялық шындықты қалыптастыруға басымдылық осы кітап арқылы беруге болады. Кітапты көп оқыған кітаппен дос баланың ата-аналары да кітапқа басқа көзқараспен қарайды. Бала арқылы ата-аналардың да көркем әдебиеттерге қызығушылығын оятуға мүмкіндік бар. Сондықтан оқырман конференциясын мектепте жиі өткізген орынды. Оқырман конференциясының мақсаты оқырмандардың оқу мәдениетін дамыту және қолдау, тарихи, мәдени және рухани мұрамызды сақтау, ана тілімізге деген қамқорлық қатынасын жақсарту, ұлттық әдебиетке деген оқырмандардың қызығушылығын арттыру және қолдау көрсету, оқушыларды функционалдық сауаттылық үйрету, кітап оқу ынтасын арттыру. Мысалы, Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесі бойынша оқырмандар конференциясын өткізуге болады. Конференция барысында бірнеше сұрақтар төңірегінде сөйлетуге ұсыныс жасалады. Бердібек Соқпақбаев енді 5 пен 7 сыныптарда оқылатын болғандықтан, конференциясыны 5 пен 7 сыныптар оқушылары арасында өткізген тиімді. Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесі, мысалы, кімдерге арналған, осындай сұрақтарды балаларға ұсынуға болады. Повестің басты кейіпкері Қожа қандай бала, повестегі жанр қандай оқушы деп ойлайсыңдар. Қожаның қателіктерге ұрына беруінің себебі не, қалай ойлайсыңдар. Жантас қандай бала, Қожа Майханованы не үшін жек көрді, жақсы көретін мұғалімі кім, Қожа кімнің тәрбиесінде болды, сол кездегі мектеп өмірі мен қазіргі мектеп өмірінің айырмашылығы неде, қазіргі таңда әр сыныпта Қожа мен Сұлтан секілді оқушылар бар деп ойлайсыңдар ма, деген сияқты сұрақтар төңірегінде оқушыларды сөйлетуге болады. Оқырмандар конференциясымен байланыстырып, «Менің атым Қожа» фильмінен үзінділерді пайдалануға болады. Мысалы, Қожа үшін 13 жыл өміріндегі ең қатыгез күн қашан болып еді деп балаларды сөйлетіп алып, кинодан да үзінді көрсетуге болады. Мысалы, бұл күні мектепте Қожаның тәртібін талқыға салған педсовет жиналысы болған деп педсоветтегі жиналысты кинодан үзінді ретінде көрсетуге болады. Оқырмандар конференциясы көркем әдебиетті оқытуда шығарманың идеялық тақырыптық мәні меңгерту және рухани мәдени құндылықтар жөнінде пікір алмасуға үйретеді. Кітаптан алған білім арқылы әлемді тануға болатынын ұғынады. Танымы жоғары, білімі орнықты, шығармашылықтан ойлай алатын өркениетті қоғамға сай парасатты тұлға қалыптастыруға ықпал етеді. Оқырмандар конференциясының өткізудің нәтижесі оқушылардың сабақтан тыс уақытта көркем шығармаға оқуға қызығушылығы артады. Оқыған көркем шығармалар арқылы оқушы бойында рухани құндылық қалыптасады. Сана сезімі жетіп, жақсыны үйренеді, жаманнан жиренеді. Кітап оқу арқылы ой түйіп, оқиғаға көзқарасын білдіре алады. Кейіпкерлер ісіне баға бере алады, өзіндік пікір қалыптасады. Кез келген жағдайды сыни тұрғыдан қарай алады. Өмірге икемді, бейімді болады.
Енді Редикс жобасы бойынша кітап оқуға қызықтыру. Редикс бұл оқырмандардың шабыттандыру алаңы. Мұнда жасы мен беделіне қарамастан қатысушылар өз ойын, толғауларын жиып келгендерін ортаға салады. Редикс жобасының ұраны оқуға ұмтыл. Кітапханалық Редикс жобасының форматы кітап оқуды насихаттайтын дәстүрлі және заманауи тәсілдердің бірігуі. Жобаға оқушылар, ата-аналар, мектеп педагогтары, қызметкерлер қатыса алады. Әр спикердің оқыған әдебиеттер бойынша арнайы кітап көрмесі қойылады. Тыңдаушыларға оқимын және ойланамын деген дауыс беру карточкалары таратылады. Тыңдаушылар спикердің сөз сөйлеуі, пікірі, идеялары, тәжірибесі қандай әсер қалдырды айқындайды. Мұндай жоба әсіресе оқушылардың әлеуметтік желіде, компьютерлер мен теледидардың алдында уақытты босқа өткізбей кітап оқуға шақырады. Редикс жобасының нәтижесі ретінде іс-шара аяқталғаннан кейін оқушылар мен оқытушылар өзін қызықтырған әдебиеттерді оқуға кітапханадан алады. Мектепте Редикс жобасы ұйымдастырылды. Мақсаты оқушыларға кітапты жарнамалау, кітап оқуға қызығушылығын ояту. Жүру барысы спикер мен дауыс берушілер қатыса алады. Спикер дегеніміз кітапты жарнамалаушы, дауыс беруші дегеніміз сол жарнамалаған кітапқа оқимын, ойланамын деп дауыс беруші. Енді бұл арада спикерден кем болмау керек. Оқушыларды оқыған көркем шығармаларды жарнамалау әдістері бұл жерде жетіледі. Ата-анаға да Редикс жобасы арқылы әдебиеттер легі ұсынуға болады. Келесіміз TEDx жобасы. Бұл енді идея таратушы. TEDx бұл ағылшынша ойын, сауық, технология, дизайн деген бірегей идеяларды таратуды мақсат тұтқан, жыл сайын конференциялар ұйымдастырумен айналысатын халықаралық коммерциялық емес қор. Таратуға тұрарлық идеялар деген айдармен өткізілетін конференцияның басты мақсаты қалың көпшілікке қызықты идеяларды жеткізіп тарату. TEDx'тің міндеті идея тарату. Идея аясында тегін білім беретін ойшылдар, ойынан шабыт алатын бір-біріне жақын қауымдастық құру. Идея адамның құлқын, өмірін өзгерту арқылы әлемді өзгерте алады. TEDx жобасы бұл көркем шығармамен тікелей байланысты. Неғұрлым кітапты көп оқыған бала өзінің ойын, идеясын көпшіліктің алдында жинақы, нақты жеткізе алады. TEDx конференциясы жыл сайын 2 рет ақш-тың Лонг-Бич жерінде және Шотландия астанасы Эдинбург қаласында болады. Аталған конференцияларда әлемнің үздік ойшылдары бір ортаға тоғысып, өздерінің ең маңызды ойларымен әлемдегі көкейкесті мәселелерді айтады. TEDx конференциясының әр дәрісінің үздік орындалуы видео нұсқалар үлгісі www.TED.com сайтында жарияланып тұрады. Алғашында әлемді өзгерткім келеді номинациясы бойынша $100,000 көлемінде ақшалай осы сыйақы тағайындалған TEDx жобасына. Бүгінгі таңда TEDx заманауи ғылымның, мәдениеттің, бизнестің жұлдыздары өз ойларын 18 минут ішінде өз ойларын айтып шығуы тиіс ең бір беделді интеллектуалды алаңдардың бірі. Енді бұлардағы лекция тақырыптары да әр алаң. Мұнда ғылым, өнер, дизайн, саясат, мәдениет, бизнес, ғаламдық проблемалар, технологиялар, ойын сауық бәрі қамтылған. Әр жылдарда Билл Гейтс, Эль Гор, Гордон Браун, Билл Клинтон, Нобель сыйлығының иегері Джеймс Уотсон, Мюррей Гельман және Википедияның негізін қалаушы Джимми Уэллис секілді танымал тұлғалар бетте сөз сөйлеген. Кітапты көп оқыған адамның ойы жинақы, тілі шешен, рухы күшті болады. Сондықтан сыныптан тыс жұмыстарда кітапты оқытуды баса назарда ұстаған дұрыс. Кері байланыстың тапсырмасы: TEDx жобасына қатыссаң, қандай кітапты ұсынар едің? Ойыңды 25-30 сөйлеммен түйіндеп жаз. Енді кері байланыстың тапсырмасы Canvas жүйесі арқылы, электронды почта арқылы, WhatsApp желісі арқылы кері байланыс тапсырмаларын жібересіңдер. Сабақ аяқталды, балалар, сау саламатта болыңдар.